Бүгін қуырылған бидай істейміз. Бидайдың орнына перловка аламыз. Оны бірнеше рет жуамыз. Бірнеше рет жуамыз. Міне бірнеше рет жудық. Міне тап-таза болды. Міне енді осының үстіне ыстық су құямыз. Содыменен ыстық кипяток, ыстық суды құйып, бұны бұқтыру керек. Бұл ісініп бұғады. Енді бұны жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат бұл тұрады. Жарты сағаттасын қайтадан алып, қайта жуамыз. Жуып, сосын шүберекке, салфеткаға кептіреміз. 1-2 суткаға. Міне жаңа қойғанымызға жарты сағат өтті. 30 минут ұстап тұрамыз. Енді бұны қайта жуамыз. Міне мынау жаңа суға салып қойғанымыз, мінеки ісініп, үлкейіп ісінді перловкамыз. Енді бұны біз қайтадан жуамыз, бірнеше рет жуу керек. Енді бұны бірнеше рет мұздай сумен жуамыз. Бірнеше рет жуу керек. Ана содысы, сырты бәрі тазару керек. Бірнеше рет таза сумен жуамыз. Мынаны бірнеше рет жуамыз. Содан кейін бұны бірнеше рет жуғаннан кейін орамалға кептіреміз. Міне жуып болдық. Бірнеше рет мұздай сумен, жылы сумен жудық. Енді бұны осылай кептіреміз. Орамалға кептіреміз. Бұл осылай кебу керек. Кептіріп, сосын майға қуырамыз. Құп-құрғақ болу керек. Дәмі қандай болады сонда? Дәмі күтірлік болады. Қуырылған бидайдың дәмі. Баяғыда перловканы көп болған перловка торғайда. Содан енді бәрі перловканы осылай бидай сияқты қуырып шай ішетін. Содан жас кезімде көргем. Содан мен балаларым осылай пісіріп беретінмін. Балаларым осы бидаймен өсті. Үстіне кішкене қант салсаңдар, тіпті әдемі болады. Сахар пудра салсақ күшті болады. Осымен даже қонақта шақыратымыз. Қонақ шақырғанда тәрілкеге салып, осыны үстелдің үстіне қоямыз. Бәрі керемет күтірлетіп, ол кезде жас кезіміз, тісіміз бар, маржандай қытырлатып жейтіміз. Өте күшті, пайдалы, таза. Енді осылай өзінің ауанымен кебеді. Қанша күн кебеді? 1 сутка, 1,5 суткада кебеді. Үй жылы болса, қазірде кебеді. Мынау 2 күн өткендегі перловка мінеки 2 күн тұрып кепті. Енді қазір бұны қуырамын майға. Құп-құрғақ болды міне. Қағазда құп-құрғақ болды, енді осыны қуыру керек. Қазір қуырғанын көрсетеді. Сұйық майға жаңа бидайды қуырамыз. Енді апарып қуырамыз. Міне қуырамыз. Көп салмайды, азаздан салады. Көпіріп кетеді. Азаздан салып қуырамыз.
Ал енді мынаған кішкене қант қосамыз. Қант қосқасын бұл өте тәтті болады. Сосын балалар жейді. Күтір-күтір етеді. Попкорн сияқты. Әдемі? Ол Диляра жейді, балалар жейді бұл. Мынаны істеп киноға барып бір-бірден бай жеу болады. Әдемі дәмі? Қорылған бидай. Тамаша. Түсі бар адамға тіпті тамаша, балаларға күшті. Істеп көріңіздер. Күшті. Өте күшті. Экологически таза. Таза. Чистый бидай. Тап-таза бидай. Өте дәмді екен. Попкорнның жүзі жақсы.